Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгін бізде психологиялық тест. Тестіміздің атауы «Сіз қандайсыз?». Алдарыңыздағы суреттен бір жануарды таңдап, өзіңізбен тереңірек танысыңыз. Адам өзін-өзі зерттеп, өз мүмкіндіктері мен мінезін танып алмай, өзгелерді де, өмірді де түсіне алмайды. Сондықтан да психологияда ең алдымен өзін-өзі тану өте маңызды. Түрлі психологиялық тесттер осы мақсатта құрастырылған. Соның бірін біз сіздерге ұсынып отырмыз. Ойыңызды күйбең тірлік мәселелерінен босатып, суретке назар аударыңыз. Жан-жануар мен жәндіктің, аң мен құстың бірін таңдаңыз. Таңдаған суретіңіз сіз туралы айтып береді. Аюдың суретін таңдаған еркектер шыдамдылығымен және батылдылығымен ерекшеленеді. Бұндай еркектер отбасына мықты қорған. Аю қажетті май қорын жинамайынша ұйқыға жатпайды. Дәл сол сияқты бірінші суретті таңдаған еркектер де қонжықтарының болашағына алаңдап, олардың жағдайын жасамайынша тыным таппайды. Жұмысты жапырып істейді, еңбекқор. Ал әйелдерден төзімді, ақылды, жақсы ана шығады. Оларда ішкі қуат күші мол. Сондай-ақ бұл әйелдер балаларының тұлға болып қалыптасуына зор үлесін қосады. Басты жауыңыз аңқаулық, сондықтан физикалық күштен гөрі ақыл күшін көбірек қолдана біліңіз. Егерде көбелекті таңдаған болсаңыз, аңыздарда көбелек бақыттың, махаббаттың символы болып саналса, бұл суретті таңдағандарда дос-жаран, ағайын арасында мейірімділігімен, тұнжыраған адамды сөзімен, іс-әрекетімен әп-сәтте жадыратып жіберетін оптимистігімен ерекшеленеді. Ізгілікке жақын, әрқашан жақындарын қолдап, қуаттап жүреді. Айналасындағы адамдардың сөнгелі тұрған үміт отын қайтадан жаға алатын қасиеттері бар. Олар дәмді ас пен тәтті ұйқыны, әдемі өмірді жақсы көреді. Сондай-ақ осындай рахат өмірді өзі жасай алады. Өте мақсатшыл. Олар жайлылық ортадан оңай шыға біледі. Әр күнін соңғы күніндей өткізеді. Бірақ көбінесе өз өмірінен басқалардың мәселелеріне көбірек уақыт жұмсап, өзін ұмытып қалатындар да бар. Ал сіздерге кеңес, өзіңіздің күш қабілетіңізге сеніңіз. Қанаттарыңызды жайсаңыз, сіз алмайтын асу жоқ. Жалқаулықпен күресіңіз. Ал мысықты таңдаған адамдар жұмбақ адамдар. Көпшілік ортаны ұнатпайды. Тыныштықты жақсы көреді, өзіндік пікірлері бар. Көбінесе көзқарасы өзгелердікіне кереғар кеп, дау-дамайға басы шырмалып жүреді. Сізге басқаларды қолдап, тыңдап, көз жасын сүртіп үйренген дұрысақ. Сонда өміріңізде көп өзгерістер орын алады. Өзіңіз мән бермегенмен көбіне түсіңізде көргеніңіз, айтқаныңыз орындалып жатады. Сондықтан да тек жақсы сөйлеңіз. Әркімге әр нәрсені дәлелдеудің де ақталудың да қажеті жоқ. Жүрегіңіздің үнін тыңдап үйренсеңіз, көп қателіктен, жанжалдан сақтана аласыз. Ал тышқанды таңдаған адамдар қиындықтан қорықпайды. Өзгелер ойланып отырғанда бұлар батыл қадамдар жасап үлгереді. Сондықтан да қатарластарынан әрдайым оқ бойы озық жүреді. Олар ешқашан опасыздыққа, сатқындыққа бармайды. Табыс та, жетістік те оларға тек адал еңбекпен келеді. Жақсы қасиеттің бірі мейірімділіктері. Қиналған жанға көмектесіп, құлағанды демеп тұрғызады. Бірақ олар ешқашан мен жақсымын деп айғайламайды. Бәрін де үндемей істейді. Жұмыста мәселе де таусылмайды. Тәніңізді де, ойыныңызды да тынықтыра біліңіз. Демалуға уақыт арнаңыз. Ал қарғаны таңдаған адамдар табиғатынан ақыл-ойы жақсы жетілген стратег адамдар. Олардан ақыл кеңес сұрайтындар көп. Олар оңайлықпен өзгенің сөзіне еріп кетпейді. Болмашыға ашуланбайды, асығыстық жасамайды. Не нәрсені де 7 рет ойлап, 7 рет өлшеп жасайтын адамдар. Сондықтан да сәтсіздіктің, бақытсыздықтың себебін тек өзінен іздейді. Ал психологтар өз кінәсін білетін, қателігін мойындайтындар мақсатына жылдам жете алады деседі. Ақыл кені тек жақсы мақсатта пайдаланыңыз. Ренішті сақтау мен кек алудың зардабы тимей қоймайтынын есте ұстаңыз. Жылқыны таңдаған адам еркіндікті жақсы көретін жан.
ойын еркін айтып, жақын адамдарын жиі ренжітеді. Біреуге тәуелді болғысы келмейді, сондықтан да ұжыммен тіл табысып бір орында ұзақ тұрақтаулары қиын. Ал өзі жеке кәсіп жүргізсе табысты болады. Ол ешкімге еш нәрсе міндетті емес деген ұстаныммен өмір сүреді. Ешкімнен қолдау күтпейді, мәселелерін жұртқа жария ете бермейді. Сондай-ақ басқалардың өзінен жәрдем сұрағанын да қаламайды. Өзіне сенімді. Бір кемшілігі өз тарапына айтылған сын мен мінді көтере алмауы. Кейбір мәселелеріңізді, қиындықтарыңызды жақын адамдарыңызға айтып үйреніңіз. Айтылған сынға құлақ асып, оны қамшы ретінде пайдалана біліңіз. Ал дельфинді таңдаған адамдарды барлық адам жақсы көреді. Олармен кез келген отырыс көңілді, жандары нәзік, шығармашыл адамдар. Сурет салғанда, ән айтқанды жақсы көріп тұрады. Сөзі дәрі, жұмысы кәсібі дәрігерлікпен, психологиямен сабақтасып жатса, үлкен жетістіктерге жетуі абзал. Позитивті көзқарасымен ерекшеленеді, көздеген мақсатына жетпей қоймайды. Кемшілігі өзіне сенімсіздігі және жалқаулығы. Сіздің бойыңызда және ақыл ойыңызда ғаламат күш бар. Оны қолдана біліңіз. Осымен достар, бүгінгі тестіміз өз соңына жетті. Психологиялық тест сіздерге қызықты болды деген ойдамыз. Өз ойларыңызбен видео астында бөлісіңіздер. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.